Сәлем қыздар, сіздермен чак-чактың жасалу жолымен бөлісейін. Бізге 2 жұмыртқа, шекер және ұн қажет болады. Алдымен жұмыртқаны жарып алып, оған шекер қосып, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Содан кейін ұн қосып, қолға жабыспайтындай етіп, қамыр илеп аламыз. Мінекей осындай жұп-жұмсақ қамыр шықты менде. Енді 5 минутқа бетін жауып қоя тұрамыз. Содан кейін қайтадан бір илеп аламыз. Содан кейін қамырымызды қатты жұқа қылмай, қатты қалың қылмай, орташа етіп жайып аламыз. Арасына ұн себе отырып, осылай лапша секілді мен сияқты қамырды кесесіздер. Мінекей араларын осылай ашып алыңыздар. Газда қызып тұрған майға сүзекімен араластыра отырып сарғайғанша қуырып аламыз. Мінекей темір ыдысқа осылай менде берекет деген бал, соған шекерді қосып араластырып газдың үстіне қоямыз. Бал мен шекер бірге араласып қайнауы керек. Қайнап болғаннан кейін жаңағы піскен чак-чагымыздың үстіне осылай ыссы күйінде құйып араластырамыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін міне осындай табаққа салып нығыздап, осылай қасықпен немесе сүзегімен бетін тегістейміз. Чак-чактың бетіне кунжутты қуырып осылай қоссаңыздар, чак-чак одан сайын дәмді болады. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Кәдеңізге жарасын.